Мақтарал ауданының полицейлері қызметтік міндетін атқару кезінде жүргізуші куәлігі жоқ бола тұра көлік жүргізген жас жігітті анықтады. Темір тұлпарды заңсыз тағымданған аздай жүргізуші есірткі уытына мастанған халде болған. Мұндай мас жүргізушілер үшін заңда қандай жаза қолданылған білесіз бе? Толығырақ келесі сюжетте. Жуырда Мақтарал ауданының полиция қызметкерлері аудан көшелерінің бірінен күндізгі сағат 15:50 шамасында Деево Нексей маркалы автокөлігінің жүргізушісі қауіпсіздік белдігін тақпаған үшін тоқтатылған. Тексеру кезінде жүргізушінің масаң халі расталды. Сондай-ақ дәл осындай іс-әрекеті үшін бұдан алдын көлік басқару құқығынан 7 жылға айырылған анықталған. Қазіргі таңда екінші рет есірткі тұтынып көлік жүргізгені үшін қылмыстық кодексінің 346 бабы бойынша тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл бір ғана мысал. Мақтарал аудандық сотының судьясы Ержан Жолбарысұлының мәлім етуінше 2022 жылы дәл осындай 38 іс қаралған. Қысырдың уақытында пьяный за рулем преступник деген ұран болатын еді. Менің ойымша сол ұран бүгінгі таңда нағыз өзекті мәселе деп санаймын. Масан күйінде автокөлік құралдарын басқарған адам өз қоғамға қауіпті адам деп санаймыз. Мәселен, оның бәрі білет, Афғанстан соғысында 10 жылдан 14 мыңға адам қайтыс болатын болса, Қазақстанда 2 жылдың өзінде осы көлік құралдарын масан күйде басқарған адамдардың кесірлерінен 15 мыңға жуық адам қайтыс болған екен. Көрдіңіз, бұл қоғамға өте қауіпті дерт. Көшелерде көлік нөпірі көбейген сайын жол қозғалыс ережелері мен талаптарын бұзатын жүргізушілер жиі кездеседі. Ағымдағы жылы бір айдың өзінде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабы бойынша аудандық сотта 4 іс қаралып отыр. Биыл 2023 жылы 4 іс қаралыпты. Соның және 2-608-дің бірімен, көлік құралдарын масан күйінде басқарған 1-608-дің 6-мен, бөлігімен яғни және көлік құралдарын жүргізу құқығы жоқ адамдар. 1-608-дің 3-мен яғни адамның денсаулығына зиян келтіріп. 608-дің бірінші бөлігі дегеніміз көлік құралдарын масан күйде болмаса есірткі құмарлық масан күйде басқарғанда болады. Енді өйерде 7 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырып отыр, 15 тәулік әкімшілік қамау жазасы тағайындалған. Ал 608-дің 3-ші бөлігі дегеніміз масан күйде басқарып отырып, адамдардың денсаулығына зиян келтіру немесе мүліктің бүлінуіне алып келген іс-әрекеттер. Өйерде жәндегі 20 тәулік әкімшілік қамау жазасы болады да 7 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айыру. 608-ші баптың 6-шы бөлігі бар. Енді ол көлік құралдарын жүргізуге құқығы жоқ адамдар, яғни куәлігі жоқ адамдар. Ол жерде 20 тәулікке шейін әкімшілік қамау жазасы белгіленген. Сала қызметкерлері аталған әкімшілік жаза өз көлігін масан халдегі немесе куәлігі жоқ адамның басқаруына берген жүргізушіге де қолданылатынын ескертеді. Жалпы жол көлік оқиғалары адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіріп қана қоймай, тараптарды қаржылай шығынға да алып келеді. Сонымен қатар зардап шеккендер мен олардың отбасы мүшелеріне моральдық соққы болатыны да жасырын емес. Клара Шербайқызы, Бақберген Әбжәлел, Ақпарат, Мақтарал ауданынан.